Қапшағай қаласындағы нөмірі 4-ші орта мектеп базасында шет тілдер және іскерлік карьера университетінің ішкі олимпиадасы өтті. Аталмыш олимпиадаға 217 түлегіміз қатысты. Қазақстанның болашағы білімді және мәдениетті жастардың қолында. Олай болса, Қазақстанды әлемдік деңгейге көтеру үшін бізге білім керек, бізге тәрбие керек. Сол мақсатқа байланысты Қазақстандағы жастарға білім беретін, болашақтың кадрларын дайындайтын оқу орнының бірі біз келіп отырған Алматы қаласындағы шет тілдер және іскерлік карьера университеті болып табылады. Бізге ұйымдастырып отырған, бізді қонақ ретінде шақырып отырған бірінші Қапшағай қаласының әкімдігіне, Қапшағай қаласының білім басқармасына және 4-ші мектептің ұжымына рахметімді айтамын. Жоғары оқу орындарының ішкі олимпиадалары оқушыларымыздың ұлттық бірыңғай тестілеуге деген дайындығын саралау болып табылады. Олимпиада өте жоғары деңгейде өтті. Сонымен қатар шет тілдер және іскерлік карьера университетінің профессор-оқытушылары оқу үдерісіндегі заманауи инновациялық технологиялар атты тақырыбында семинар өткізіп, мұғалімдерімізге арнайы сертификаттар табыс етілді. Және іскерлік карьера университеті ұйымдастырған ішкі олимпиада өте жақсы деңгейде өтті. Барлық 11-ші сынып түлектеріне ұнады деген сенімдеміз. Олимпиада маған оңай болды деп ойлаймын. Өзіме керекті мәліметтер көп жинадым. Университет тарапынан олимпиадаға қатысқан барлық оқушыларға 10% жеңілдік беріліп, біз тек қана оқушылармен олимпиадасы ғана емес, сонымен қатар мұғалімдердің осы Қапшағай қаласының ұстаздарымен шеберлік сабақтарын өткіздік. Онда оқытудың қазіргі заманғы жаңа технологиялар туралы, білім беру мазмұнының жаңартылған бағдарламалары туралы әңгімелестік. Ұстаздардың қойған сұрақтарына жауап беріп, өзіміздің университетіміздің беретін мамандықтар жайлы айтып өттік. жүлделі орындарға ие болған оқушыларға 50, 25 және 15% жеңілдіктер берілді.